Құрметтім, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Нәзік Жан каналы ұйқыға қатысты 20 сүннет жайлы тақырыпты қозғайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, бізге көрсетпеген бірде-бір игілік жоқ, және ол біздің ояу кезде де, ұйқыда да, намазда да, қызметте де Аллаға ұнамды амал жасауымызды тілеп, ең керемет әдептерді үйретіп кетті. Мұсылман сондай бақытты пенде, ол ораза, намаз секілді құлшылықтармен ғана емес, күнделікті тұрмыста жасайтын әдеттері арқылы сауап теріп алады. Қалай дейсіз бе? Онда тыңдаңыз. Біріншісі, жақсы ниет жасау. Ұйқының негізгі мақсаты хайуан секілді нәпсіні қандыру емес, немесе сағат 10-ды көрсетсе болды ұйықтау керек деген қағида емес. Ұйқы адамның ертеңгі күні Алла разылығы үшін жасайтын істеріне тәнді тынықтырады. Алла Құранда: ал ұйқыларыңды тынығу еттік, әрі түнді жамылғы етіп жасадық, және күндізді тіршілік уақыты етіп жасадық деп түсіндіреді. Ол әрбір түн осы ниетті жаңартып отырса, түнде намазға тұрса да, тұрмаса да сауап алады. Екінші, жалғыз жатпау. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, адамды жалғыз сапар шегуден және жалғыз ұйықтаудан тыйған. Үшінші, ашық адамдарға көрінетін жерге ұйықтамау. Ұйықтаған кезде адам өзіне бақылау жасай алмайды. Ұйқыдағы адам байқамастан ұятты жағдайда тап болуы нәтижесін арына нұсқан келіп, айбаты кетеді, абыройы түседі. Төртінші, жүректі таза ұстау. Адам ұйқы алдында біреуге деген көре алмаушылық, жаман ой ұстамағаны абзал. Сол күнгі біреудің қастандығын ұмытып, кешіре білу, ол үшін дұға жасау мұсылманның ұйқы алдындағы тамаша әдептерінің бірі. Бесінші, қатты тойып ұйқыға жатпау. Ең алдымен бұл денсаулыққа өте зиян, сондай-ақ ұзақ және ауыр ұйқыға себеп болады, бас пен қарынды ауырлатады. Алтыншы, қолда тамақ иісі болса жуып жату. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, кімде-кім майлы жуылмаған қолмен ұйықтап, қандай да бір ауруға шалдықса, өзін ғана айыптасын деген. Жетінші, сүрме жағу. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, жатар алдында сүрме жағыңдар, себебі ол адамның жанарын ашады. Ибн Мәжахтың жинағында: сүрмені қолданыңыздар, ол көздің көру қабілетін жақсартады делінген. Сондай-ақ сүрме шаштың өсуін жақсартады, көзді тазартады және көру қабілетін жақсартады деген хадис бар. Заманауи ғылым сүрменің көз саулығына пайдасы көптігін айқындады. Сегізінші, дәрет алу. Дәрет мұсылманның шайтанның зиянынан аман болуы себеп болатын құлшылықтардың бірі. Тоғызыншы, белгілі бір Құран сүрелерін оқу. Хадистерде Алла елшісінің, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, жатарда сәжде, мүлк, Исра, Зумар сүрелерін оқығандығы айтылады. Оныншы, үтір намазын оқу. Бұл түннің соңғы бөлігінде тұра алмай қалудан қорыққандар үшін. Әбу Хурайра, оған Алла разы болсын, баяндайды: сүйікті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, маған 3 нәрсені өсиет етті. Әр айдың 3 күнінде ораза ұстау, 2 рәкат дұха намазын оқу, ұйықтамас бұрын үтір намазын оқу. 11-ші, тәубә жасау. Ешкім өзінің қашан қайтыс болатынын білмейді. Ұйқысынан мүлде оянбай қалса ше, ал тәубә етушінің күнәлары кешіріледі. 12-ші, мүмкіндігінше ерте жату. Абу Барза, оған Алла разы болсын, пайғамбардың, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, құптан намазға дейінгі ұйқыны және құптан намазынан кейінгі бос сөздерді ұнатпағандығын айтады. Ерте ұйықтаса тынығып, ертеңгі күні құлшылығын, жұмысын дұрыс атқарады, сергек болып, көңіл күйі көтеріңкі болып жүреді. 13-ші,
есікті, терезені, ыдыстардың бетін жабу. Жабирден оған Алла разы болсын, ұйқыға жатарда шырақтарыңды сөндіріңдер, есіктерді бекітіңдер, мес пен торсықты бүркеңдер, ас пен сусынның бетін жабыңдар. Жабатын еш нәрсе таппаса, ыдыс бетіне ши қойсын, және мұның бәрін Алланың атымен жасасын. Өйткені шайтан ондай судың бетін, есікті ашпайды. Басқа хадистерде ұйқыға жатарда үйлеріңде жағулы от қалдырмаңдар, от сендердің жауларың, сондықтан өздеріңді қорғау үшін ұйқы алдында сөндіріңдер делінген. 14. Төсекті қағып сілку. Әбу Хурайрадан: егер сендердің біреуің ұйқыға жатқыларың келсе, киімінің ішкі жағымен төсегін қағып сілкісін де бисмилля деп айтсын. Себебі оған төсегінің ішінде не бар екендігі беймәлім. 15. Ықылас, Фәлах, Нас сүрелерін оқу. Пайғамбар Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, әрбір түнде төсегіне жатар кезде екі алақанын қосып, оған бір рет үрлеп, Ықылас, Фәлах, Нас сүрелерін оқып, денесінің қолы жеткен жеріне дейін сипап шығатын. Басы, беті, алды, аяғы, арты және осы істі 3 рет қайталайтын. 16. Ішпен жатпау, оң иықпен жату. Яиш бен Тихфа әл-Ғифари, оған Алла разы болсын, әкесінің бұлай деп айтқанын жеткізді. Бірде мен етбетімен мешітте жатқан кезімде, кенет бір адам мені аяғымнан түртіп, расында Алла бұлай жатқанды жек көреді деді. Мен жоғары қарасам, ол адам Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Басқа хадисте бұл тозақтардың жатысы делінген. Бұлай жату ебеге, жүрекке кері әсер болады, тіпті адам өлімінің себебі болуы мүмкін. 17. Оң жақпен жату. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, оң жақпен жататын және өзгелерге оң жақпен жатуды насихаттайтын. Ол ұйқыға жатқанда оң жағына бүйіріне жатып былай дейтін: я Алла, өз нәпсімді саған бойын сұндырдым және ісімді өзіңе тапсырдым. Әрі жүзімді саған қараттым және сенің сауабыңды үміт етіп, әрі азабыңнан қорқып, саған арқа сүйедім. Сенен қашып өзгеден пана табуы мүмкін емес. Тек саған қашып, өзіңнен ғана пана тілейміз. Түсірген кітабыңа, әрі жіберген пайғамбарыңа иман келтірдім. Ұйқыдан шошып оянғанда, түнде жаман түс көріп шошып оянған адам сол жағына 3 рет сүфлейді. Сондай-ақ көрген нәрсесінің кесірінен Алладан пана сұрайды. Хадисте ол адамның Алланың толық сөздері мен оның ашуынан, жазасынан, құлдарының жамандығынан, шайтанның сыбырлауынан және келуінен пана сұраймын десе, ешбір зиян келмейтіндігі де айтылады. Шошыған адамның келесі амалдары: түсті ешкімге айтпау. Айтпау абзал, жатысының сипатын, қалыбын ауыстыру, қаласа тұрып намаз оқу. 19. Ұйқысы қашқан адамның дұғасы. Түнде ұйқының қашуы, тыныштықтың кетуі әркімге таныс. Мұндай кезде де Аллаға дұға жасау керек. Зайд ибн Сайд, оған Алла разы болсын, былай деген: Алла елшісіне, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ұйқысыздығыма шағымдандым. Ол кісі: я Раббым, жұлдыздар батты, көздер тынышталды, сен тірісің, басқарушысың, сені қалғу да, ұйқы да баспайды. Әй тірі әрі басқарушы болған Алла, түнімді тыныш қыл, көзіме ұйқы бер. 20. Зікірлерді, дұғаларды ұмытпау. Себебі Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Алланы еске алмай ұйықтаған адамды Алла жазалауы мүмкін деген болатын. Аятул Күрсіні Аллаху ля иляха илля хуал хайюл хайюм дегеннен аяттың аяғына дейін оқыған адамға Алла тарапынан бір қорғаушы қасында болып, таң атқанша шайтан еш жақындай алмайды. Сондай-ақ пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, жатар кезде Ықылас, Фәлақ, Нас сүрелерімен дем салған. Хадисте: кім Бақара сүресінің соңғы 2 аятын түнде оқыса, оған жеткілікті.
яғни барлық жамандықтан сақтауға жеткілікті делінген. Басқа ғалымдар шайтанның жамандығынан сақтауға жеткілікті, адамдар мен жындардың жамандығынан сақтайды деп тәпсірлеген. Тіпті сахабалар ақыл-есі бола тұра ұйқы алдында Бақара сүресінің соңғы 2 аятын оқып жатпаған адамды көрмедім деген екен. Құрметтім, сіздерге бүгінгі тақырып ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеле кетіңіз. Барлық ақпараттар Асыл Арна каналынан алынды.